интернет жақсы істеп тұр. Тағы да қайырлы кеш, тіпті қайырлы түн деп айтсақ та болады. Өте қуаныштымыз. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Рахмет, Динара, қайырлы түн. 300 адамға жетті. Мен интернет комментарийді өшіріп тастайын, сіздердің мазаларыңызды алмасын, сабақты бастап кетейік. Қайырлы түн. Ең бірінші осы тренинг жайында айта кететін болсақ, мен өткен сабақтарда да айтқан болатынмын. Жалпы адам ақшалы болуға, өмірін өзгертуге тырысқан кезде оның өмірінде бір нәрсе итереді. Мысалы үшін мен қазір мына орындықта отырмын. Мен бұдан биік креслода отыру үшін, жұмсақ диванға отыру үшін мен қимылдау керекпін, яғни бір қимылдау керек. Ал енді сондықтан да біз қазір баратын жеріміз жоқ, осы біреудің пәтерін жалдап тұрып жатырмыз. Бұдан да жақсы үйде тұру үшін ондай үйге қалай кіреміз деген сияқты сұрақтар бүйтіп ойланып кете бастайды. Мен сіздерге айтайын, адамның өмірін өзгерту үшін, көңілін өзгерту үшін бірінші кезекте ең бірінші миды өзгерту керек. Осыны кеше Қуаныш мырза да осы туралы сіздерге кеңінен түсіндіріп айтып өтті. Ертең соңғы күнгі сабақта да жақсылап айтатын болады. Миды өзгерту керек. Миды өзгерту үшін біз күнде айтамыз, тілді өзгерту керек, ойды, ниетті өзгерту керекпіз. Исламда айтады, амалдан ниет жақсы дейді. Сондықтан да біз былай қарайтын болсақ, өмірде, мысал үшін, теңіз күн ысыса буланады, буланған теңіздің буы аспанға бұлт болып өзімізге жаңбыр болып жауады. Мысалы үшін біз бу болды, барды, аспанға жауды. Мысалы үшін теңізден сол су ғой, енді ол да буланды, су болып қайтадан тамып жатыр, өзіне кеп жатыр. Енді қараңыздар, біз барлығымыздың қазіргі таңдағы мақсатымыз табысты болу, ақша қайдан келсе, ақша табу үшін не істеу керекпіз. Көбінесе психологияға ешқандай адам ойымды өзгертейін, өмірімді өзгертейін деп келмейді. Жұмыс жасамайсың, оқымайсың, рахат қиялдап жатып, ақша таба беруді үйретеді деп келіп жатады. Бірақ ол нәрсе жеткіліксіз, өйткені бізге тағы да әрекет керек болады, Сондықтан мына нәрсені қатаң білу керекпіз. Мен өткенде де айттым, ақша деген энергетика, ақша деген жақсы энергетикаға келеді. Біздің қазақ өзің бүкіл психологияның түп-төркінін қазып жіберетін болсаң, қазақтың мақал-мәтелдері шығады. Мен үнемі айтамын, аффирмация жақсы сөйле дейді. Бүкіл психолог, әлемнің психологтары айтады, қазақтар айтады, жақсы сөз жарымас дейді. Бүкіл психологтар айтады, визуализация жаса, аффирмация айт, сөйт, ол кешікпей сосын оралады. Тек асықпай күтсең болды дейді. Қазақ айтады, сабырлы жетеді мұратқа дейді. Енді қазақ не дейді? Жаңбырмен жер көгереді, батамен ер көгереді дейді. Көгеру деген не? Өсу, өну, көтерілу, баю. Яғни өзіңе жақсылықтың келгенін қалайсың ба, қуаныштың келгенін қалайсың ба, махаббат керек па, ақша керек па, сол нәрсені сен айналаңа бер. Қуаныш мырзаның сабағында айтылған болу керек, қателеспесем, айнала деген сөздің түбірі айна. Айнаға нені қалай қарайсың, ол саған солай қарайды деп айтады, Сондықтан сіз міндетті түрде мына, мысал үшін біз жаңа айттық, теңіздің буы бұлт болып көтерілді де жаңбыр болып жауды. Сол сияқты сіз мына адамды қуанттыңыз, қуаныштың энергетикасы аспанға кетті, сізге қуаныш болып оралады. Мына адамды алдадыңыз, ешкім білмей қалды, бәрі жақсы. Өтірік алдадыңыз, энергетиканы жұмсадыңыз аспанға, сізге өтірік алдайтын бір адам уже келе жатыр. Сондықтан бәрін алдауға болады, адамды алдайсыз, енеңіз, күйеуіңізді, бірақ Аллахты алдау мүмкін емес. Сондықтан да ең бірінші кезекте бізге ниетті жөндеу керек болады. Өткен сабақта мен айттым, береген, қазақ айтады, береген қолым алаған дейді. Берсең аласың, ексең орасың дейді. Садақа туралы көп айттық. Енді бір мәселе, маған қыздар жазып жатыр. Садақа беруді түсіндік, бірақ кімге беруді түсіне алмадық дейді. Енді қараңыздар, сізге, бізде мұсылмандар айтады ғой, сауап жинап ата. Алла сізге сауаптан жасын, Аллаға разы болсын деп айтып жатамыз, Сауап дегеннің өзі береке,
байлыққа жатады. Сондықтан біздің мақсатымыз сауап жинап жүріп баю болсын, жақсы ниетпен. Сонда біз не істейміз? Садақаны кімге береміз деген кезде садақаны қайтарымсыз адамға беру керек. Бүкіл адамдардың қазіргі өмір сүру тәртібі қып-қызыл бизнеске айналып кеткен. Мысалы, не дейміз? Мен үйде бала бағып тамақ істеп отырмын, күйеуім маған гүл әкелмейді. Күйеуім көмектеспейді, қарамайды. Как будто ол күйеуіне айтатын сияқты, мен тамақ істеп қоямын, мен сен киіміңді үтіктеп балаларыңа қараймын, бірақ сен маған суббота көңіл бөліп мені киноға апар. Сен маған бүйт сөйт. Болмаса мен енемнің тамағын істеймін, бүйтемін, сөйтемін, ол маған көмектеспейді. Уже бизнес бұның бәрі. Сол сияқты беру мәселесіне келгенде, мен ананы туған күніне апарғам қымбат көйлекті, ол маған бір гүл алып келе салыпты. Уже бизнес. Мысалы, мен былай жазып көрсетейін сіздерге қазір, қараңыздар. Мысалы үшін былай қарайық. Мысалы үшін мынау бір адам, мен енді суретшілікке жоқпын. Мынау екі адам, екінші адам, Мен мынау суретім масқара болды, ұят болды. Сонда да сала берейін. Екі адам деп қарайық, Мысалы үшін, міне, екі адамның арасында мінекей ара қатынас былай болады. Біз айтады, мен мынаға мынаны бердім, ол маған осындай қайтармай жатыр. Мен вечно бұған беремін, бұл маған түк бермейді. Бұл бизнес. Болмаса, сіз мына кісінің туған күнінде алып келдіңіз, басқа бір жағдайда бір сыйлық бердіңіз, баласының тойында бердіңіз. Бізде тойда ешқашан туған туысқандар келгенде қандай тілек айтты деген адамды сұрап естіген емеспін мен. Біз не дейміз? Не әкепті дейміз. Неге не әкепті дейміз? Өйткені тойға келген ақшаны біз жазып отырамыз міндетті. Неге? Ертең өзінің тойы болғанда солай қайтарамыз. Это уже бизнес. Мына адамның туған күніне сіз 10 мың теңге бердіңіз ба? 10 мың теңге бердіңіз. Неге бердіңіз? Өйткені бұл адам сіздің туған күніңізге ертең 15 мың теңге алып келеді. Это уже бизнес. 10 мың, 15 мың, мына жерде уже бизнес жүр. Яғни сіз мына адамға 10 мың теңге беріп, бұның жағдайы бар ғой, 10 мың бере салайын, ол маған 15 мың қайтарады. Ақша бізге былай жоғарыдан келеді дейге. Біз айттық, мен бұған 10 мың теңге берейін, ол 15 мың теңге қайтарады деген кезде, біз мынау қайтарады деп тұрмыз. Мына жақтан келеді, Құдайдан қайтады деп тұрған жоқпыз, мынау қайтарады деп тұрмыз. Бұның жағдайы бар, біз осыған нормальный берейік. Бұл бәрі түк түсінбейді, ақшасы жоқ адам ғой, құрсын бұған бір коробка шоколад апарсылайық, бұл да бәрі дымыда жоқ. Это уже бизнес. Енді ақша шақыру үшін сонда біз қалай береміз садақаны, ақшаны, дүниені? Мысалы үшін сіз көшеде келе жаттыңыз, сауда орнына кірдіңіз, сол жерде бір апай пол жуып жүр. Әдетте пол жуатын кім жуат болды? Әл ауқаты өте төмен. Сіздер білесіздер ма, ешқандай жерде, дәретханада, қоғамдық орында ер азаматтар пол жумайды. Ешқашан пол жуып жүрген көрмейсіздер. Шетелдерде ана бір қымбат машинамен бүйтіп пол жуатындар болады енді. Біздің қазақ қоғамында мүлде ер азаматқа жат нәрсе болып саналынады. Ал енді біздің әйел азаматтар көбінесе пол жуады. Көбінесе емес 100%, 99% деп айтайық. Дәретхананың болсын, қоғамдық қай жерде болсын пол жуып жүрген әйелдерді көреміз. Неге? Әйел адам баласына нан тауып беру үшін ешқандай жұмыстан арыланбайды. Енді қараңыз. Сіз қоғамдық орынға келіп пол жуатын адамға 2000 теңге бересіз ба? Мен не үшін беру керекпін дейсіз? Өзі жұмысын істеп жүрген айлығын алады деп ойлаймыз. Қоғамдық орында сол жерде пол жуып жүрген адам сол жерде мүлде киінбейді, ол жерден тамақ ішпейді. Оны бәріміз білеміз, Жағдайы әл ауқаты төмен екенін білеміз. Біз қарамаймыз да олардың түрі кім екенін, осы байғұс өстіп жүр, қарамаймыз да. Сондықтан сіздерге бұдан кейін ұқыптырақ болу керек. Жан-жақтарыңызға қараңыздар. Сіздің 200 теңгеңізге мұқтаж адамдар көп болады. Түсінемін, намыстанып қалатындар да болады. Сондықтан біз пол жуатын адамды тауып алдық. Біз біріншіден оны танымаймыз. Яғни берген 1000 теңгемді ертең қайтарады ғой деген ойсыз береміз. Неге береміз? Біз мынаған беріп тұрмыз, ол кетеді. Ана кісінің қуанышы сізге береке, байлық, бақыт болып қайтады. Сондықтан атадан қарғыс алма, алғыс ал, батамен ер көгереді деген сөзді түбін осылай тәпсірлейтін болсақ, көгеру дегенің өзі осы. Яғни біз алғыспен адамдарды қуантумен адамдарды берусіз
байым деп айтуға келмейді. Үнемі айтам, ақша шақырып жұмыс жасап байымын деген сөз өтірік сөз. Білім алып оқытам, шетелге барғызам, оқытам, байисың, өтірік сөз. Сонда кімдер байиды? Нақты мақсаты болған адамдар айтады. Давлатовтың сөзі бар, кедейлердің арманы көп дейді, байлардың мақсаты көп дейді. Кедейлерге бір нәрсе айта қалатын болсаң, кедей емес, ол бәрі бар болса да в душе, жан дүниесі кедей адамдар көп болады. Кедейлік психологиясынан шыға алмаған. Ой, ондай бізге арман ғой, ондай болу қайда, ондайды кию қайда, ой, бай, ондай ақшам болса да алмаймын. Яғни кедейде арман көп деген сөз осы. Ол бұйыртса менде болады деп тұрған жоқ. Екінші бір нәрсе, бізде көбінесе, маған енді намазхан ұлдар қыздар көп қатысып жатады, бізде дұғамыздың өзін дұрыс жасамай жатамыз, иә. Мысал үшін, өткенде 45-ке келіп қалған бір таныс досымызды көріп қалдық, неге үйленбей жүрсің десе айтады, Құдай қаласа үйленемін. Сен 45-ке келдің, сонда Аллах тағала не дейді? Жағдайы бола тұрып үйленбеген менің үмбетімнен емес дейді пайғамбарымыз, айтады, иә. Сонда сен 45-ке келіп сенің үйленгеніңді Аллах қаламай тұр деген келіп тұр ма? Сен өзіңнің жалқаулығыңнан, өзіңнің тәлпіштігіңнен солай жүрсің на самом деле. Аллах қалап тұр сен үйленгеніңді. Сол сияқты Аллах қаласа мен бай болам дейді. Барлық дұғаны естісе, Аллах қаласа менде бәрі болады, Аллах қаласа мен бай болам. Яғни сіз бүгінгі күніңізге, өміріңізге шүкіршілік етпей тұрсыз. Мен қазір кедеймін, Алла, мені байытшы деп тұрмыз. Сондықтан Аллахқа шүкір, мен баймын. Мен баймын деп осы сөзіңізге өзіңіз сенген кезде сізге байлық келе бастайды. Бар нәрсеге Аллахқа шүкір, Аллах қалап тұр сіздердің байлықтарыңыз, байығандарыңыз. Алатын адам жақсы ма, беретін адам жақсы ма? Әрине беретін адам. Яғни сіздердің бергендеріңіз, сіздердің жомарт танытқандарыңыз, сіздердің ақшалы болғандарыңыз адамға да, Аллаға да ұнайды. Сондықтан байлықтан қашпаңыздар. Екінші бір нәрсе. Мысал үшін қарайтын болсақ, біздің осы тәуелсіз тмд мемлекеттеріндегі мұсылман жігіттерді қарайтын болсақ, көбісі сол аз-маз тіршілікке қанағат етіп тұрады. Енді мына Саудия жаққа, Дубай жаққа баратын болсаң, арабтар кәдімгі полный, жаңа упакованный дейді ғой, өмір сүреді. Ең қымбат машина, ең қымбат күшті өмір сүріп жатыр да, Құдай беріп жатыр оларға. Бұл жерде біздің өзіміздің мидағы психология, мен үнемі айтам, біздің қоғамда, қазақ қоғамындағы ең бір жаңағы ауызекі әдебиеттен бастап оқыдық қой, иә. Кішкентай кезімізден ертек оқыдық, іздендік. Ертектер не деп басталады? Баяғыда бір қатыгез бай болыпты деп басталады. Және оның бір ақ көңіл, керемет, жүрегі аузын ашса жүрегі көрінетін, ақ пейілді, кең пейілді бір құлы болыпты деп. Және бір кедей болыпты болмаса, иә. Яғни кедейлердің бәрі жақсы, байлардың бәрі қатыгез, оңбаған. Ана индийский киноны көресің, байдың қызы болады, міндетті түрде байдың жаңа қыздың әкесі ана кедей жігітке қарсы болады. Жігіт кедей, бейшара болып, сол сияқты өмірді үйретті бізге. Яғни байлардың бәрі алаяқ, оңбаған, қатыгез деп үйретті. Сондықтан өз өмірімізді өзіміз қиындатпаймыз. Байлықты жақсы көреміз, ақшаны жақсы көреміз, және ол үшін ұялмаймыз. Біз ұяламыз ол үшін. Мысалы үшін, НЛ-ға кіріп, мә, сен айтыске рақым болып НЛ-ға кіріп кеттің ба десе, қысылып, жай ғана істеп жүргем. Иә, мен істеп жатырмын, мен уже ақша тауып жатырмын деп айтуға ұяламын да. Сол сияқты бәрінде сондай бар. Не үшін келдің десе, ешқандай әнші, жыршы, биші, күйші тойға не үшін келді, ақша үшін демейді. Тойға шақырып еді дейді. Ақша үшін келдім деп айтуға намыстанамыз. Сондықтан мен ақшаны жақсы көрем, ақша мені жақсы көреді. Намыстанбаңыздар. Максимально дейді ғой, планканы жоғары алып, солай тапсырыс беруге болады. Аффирмация дегенді айтатын болсақ, аффирмацияны айта беріп, енді қараңыз, мен осы бөлмеге қамалып қалдым да, мен баймын деп айта бердім. Жұмыс істемеймін, оқымаймын, просто мен баймын аффирмациямен. Байып кету мүмкін ба? Әрине жоқ. Сондықтан біз не істейміз? Аффирмация айта жүріп ойланамыз. Қажетті күндерде көресіздер. Қажетті есіктер ашылады, қажетті адамдар жолыға бастайды. Біз ол үшін істеу керекпіз. Қажетті есік ашылу үшін. Біздің адам баласының миына күніне 75 000 идея келіп тұрады екен. Күн сайын идея, сағат сайын келіп тұрады. Біз соны ловить етіп ұстай алмаймыз. Неге? Бізге ол қызық емес, бізге ол мүмкін емес. Енді біздің миымыз шаршаған.
Миымыздың шаршағаны соншалықты, жақсы нәрсе айтсам ми қабылданбайды, сенбейді. Миымыз негативті ақпаратқа толып кеткен. Мысалы үшін 5 бала өртеніп қайтыс болды ма, неден болыпты, әкесі кім екен, шешесі, бәрін білеміз, қазамыз, қай бала қаншасынан қалай қайтыс болған, қайсысының жасы қаншада, бәрін білеміз. Досконально біз оны зерттейміз. Мысалы мен айтайықшы, оңтүстік Қазақстан облысында бір әже 18 баланы дүниеге әкеп, соның жаңағы 6-ауы жаңа профессор болыпты деп айтады, бастап келе жатса, оны ешкім тыңдамайды. Дейді, қызық емес та. Жақсы информацияға жабықпыз бәріміз. Бәріміз кино көресің ба десе, қандай дейді? Жылататын кино дейміз. Ойбай, жылайтын күшті кино көрейік. Жылайтын киноға, қатыгез өмірге, қатыгез ақпаратқа ашық тұрмыз да. Негативті өмірге, өкіметте бәрі жемқор, бұл әділетсіздік қоғам, адалдардың жолы болмайды, бұл мемлекет күн бермейді, мықты жұмыс жасайтындардың бәрін қудалайды екен деген сияқты бір шығарып алған программаларымыз бар, сол программаның жетегінде жүрміз бәріміз. Сондықтан ең бірінші, мен миллионермін, мен баймын деген аффирмацияның алдында міндетті түрде мен жолы болғыш баймын. 100% көмектеседі. Екінші бір нәрсе айтайын. Мысал үшін, еркек адамға мынау не десең, қалам деп айтады, бұны мен істейсің, жазасың. Әйел адамдарға айтатын болсам, мынау қандай, мынау не десең, бұл ақ қалам, көк жазуы бар, десең ашылып жабылады, бұны кәдімгідей дамытады. Әйел адам өзі, әйел қосып айтады, қосып айтпаса несін айтады дейді қазақтар. Қосамыз, дамытамыз, ұлғайтамыз кез келген нәрсені. Не үшін психология әйел еркек азаматтарға көп тез көмектеседі? Мен өзім осы нақты көзім жеткен нәрсе, осы психология арқылы өзінің бағытын тауып, психология арқылы бір кәсіптің көзін тауып, психология арқылы жаңағы миын тазалап, жаңағыда ақшалы болудың жолына түскен жігіттердің нәтижесі болмағанын көрген жоқпын. Бәрі нәтиже жасап жатыр. Және кішкентай балалардың арманның орындалған, солай армандап еді, орындалмапты дегенді әлі естіген жоқпын. Яғни кімдердің арманы орындалады? Миы таза адамдардың. Әйелдерге қарағанда ер азаматтардың миы әлдеқайда таза. Оған келісесіздер деп ойлаймын. Мысалы үшін әйел адам күйеуіне бір рет звондайды, телефон алмаса, неге алмады, қасында біреу бар ма дейді. Екінші рет алмаған кезде уже бір жаққа кетіп қалды дейміз. Үшінші рет звондағанда алмаса, болды, ол біреумен жатыр деп дамыта береміз, иә. Бесінші ретте болды, уже ата енесін шақырып, уже түнгі сағат 2-ге қарай келмесе, туған туысқанның бәрін шумып, мен болды ажырасам деп уже дальше кетіп жататындар да болады. Яғни дамытып, миды сондай бір біз дамытамыз, ойлап отырып дамыта береміз. Мынау не шай дейтін болсаң, еркек айтады, шай ма, су ма, не дейді болды. Әйелдер бұл деген шөптен жасалған шай, бұл деген өтті тазалау, дамыта береді. Сондықтан бізде миымыз кішкене икемге келмейді көп жағдайда. Ер азаматтарды келмесе, бір жола келмейді, келсе до конца кетеді олардық. Милары кішкене тазалау, тез потокқа тез кіріп кете алады. Сондықтан негізінде ұлдарыңыз болса, енді көбінесе ер азаматтардың икемге келуі қиын, өйткені кішкентайларынан бізде психология деген білім болған жоқ, сабақ болған жоқ, көп дәлелдерді қажет етеді деген сияқты. Сондықтан көбінесе сенбей жатыр. Біз не істейміз? Сол үшін ұлдарымыз арқылы, үйдегі ұлдардың, сенің жолың болғанша осы балам дүниеге келген жылы мен осындай бір шубы сатып алдым, осындай үй алып едік сол жылы, осы бір қойымыз, сиырымыз көбейіп кетіп еді сол кезде, осы бала туылғалы бері осы үйден әйтеуір бір ет үзілмеді, ырыс несібе үзілмеді, той үзілмеді деген сияқты балалардың миына құйса, бала мен жолым болғышпын деген программамен уже өсе бастайды автоматты түрде. Сондықтан үйдегі балалардың үй жолың болмаған, оңбаған адам болмайсың сен, ана әкең құсап ішіп кетесің, ана бәленбай ағаң құсап бірдеңеге ұшырайсың деген сияқты сөздің бәрі балаңызға жазылып жатқан программа екен, ұмытпаңыздар. Ертең күн сосын сол бала бірдеңеге ұшырап жатса, мен саған айтқам, мен көрдің ба, мен айтқам. Оның өзінде де сол жаңағы табалап, мен ақыл данышпамын, сен мен тыңдамап едің деген сияқты. Оны біз тіліміз арқылы өзіміз жасап жатқанымызды түсінбей қаламыз. Сондықтан сөзге өте абай болу керек. Бүгінгі сабағымыз біздің қалталы бол, қарыздан құтылып деп айттық, иә біз. Енді қараңыздар. Мысал үшін, қалай айтсам болады. Мысалы, менің басымда қарызым бар, сіздің де басыңызда қарызыңыз бар. Былай алайық, мына екі адамның да қарызы бар. Мына адамға $2000 қарызы бар, мына адамның да $2000 қарызы бар. Мынаның да түгі жоқ, мынаның да түгі жоқ. Мына адам ойлайды, ақшам да жоқ, басқам да жоқ, түгім де жоқ. Масқара қарыз өсіп, қиналып, мен бұны қалай шыдаймын? Мен бұл ямадан шығамаймын ғой дейді. Мына адам не дейді? Бұйырса
үш баламның пособиясын алғаннан кейін сол жайлап сөйтіп құтыла берсем, примерно жартысы құтылып қалады, сосын жұмысқа шығам, сөйтіп шамалы күтсе уже бәрінен құтылам деп ойлайды, иә. Екеуінің де 2000 доллар қарыз, яғни бір проблема. Мына проблема біреу ғана. Бірақ мына адам өліп кетем ба деп тұр, мына адам бұйырса құтылам деп тұр. Яғни бізге проблема қауіпті емес, сол проблеманы қалай қабылдау қауіпті. Сондықтан қазір бастарыңызда біздің өзіміздің ауылда болды, осындай қарызға кіріп кетіп, ақыр аяғында асыл өліп қалған кісі болды. Онда енді банкте істейтіндер жақсы біледі, жағдайлар көп болады, иә. Сондықтан қарызды кез келген проблеманы қалай қабылдасаңыз, ол солай шешіледі. Басым аман болса құтылам десеңіз, құтыласыз. Маған табыс ағыл тегілге аффирмация арқылы, визуализация арқылы құтылам десеңіз, құтыласыз. Еш күмәнсіз құтыласыз. Сондықтан көп адам айтуы мүмкін, осы сабаққа қатысып едік, нақты жоспар берген жоқ, просто жақсы сөйлеп жүре бер, жақсы ойлап жүре бер деп бізге 5000 теңгемізді жинап алды да түкте үйреткен жоқ деулеріңіз мүмкін. Негативті адамдар болады. Негативті адамдар просто жақтырмайды, ештеңкені жақтырмайды. Мынау күн суып кетті мынау дейді. Сосын таңертең шықты, не бәле ысып кетті мынау күн деген, неге етімізді білмей қалдық, мынау көшенің бәрі балшық мынау деген. Не болып кетті, мына елбасылар ауысып жатыр ма, доллар негатив жатқан тұрған. Енді оларға айтасың, сен түп санаң тазала, сабаққа қатыс десең, сол ақшаға байыбаған, оңбағандар, халықтан ақша жинау, аңқау елге арамза молда деген сияқты айту негатив айтып жоламайды. Біз айтамыз ғой, психология арқылы бүкіл адамның өмірін өзгертетін болса, неге адамның бәрі өзгеріп кетпейді? Себебі адамның бәрі өзгеріске қабілетсіз, қабылдамайды. Сондықтан сіздер қазір сабаққа қатысып жатырсыздар ма? Сіздер өзгеретін өткелде тұрсыздар қазір. Мынандай өткелде тұрсыздар. Енді қараңыздар. Қазір бастарыңызда санайтын болсақ, біз адамның ойына бірінші жаман ой келеді. Адам бірінші жамандыққа реакцияны тез береді. Мысалы үшін 2 жыл армиядан келатқан балаңыз, бала келатыр, ой жаным келатыр ма деп шайыңды іше бересің, иә. Ішіп отыра бересің, жаным ертең балам келеді деп. Ал енді сізге айтсың, қазір балаңды машинаға алып кетті, ана жақта, ана бәленбай мемлекетте сен қарамайсың, жаяу кетсең де кеткің келеді. Қалай? Мысалы үшін бала кешікті ма, біз айтамыз, қайда кетті? 3 рет 5 рет уже біз бітті, өліп қалды уже. Бірінші жаман ой келеді. Әрқашан жаман ой бірінші келеді, жамандыққа біз реакцияны көп береміз. Сондықтан біз маңайымыздағы жақсы нәрсе, шүкірлік ететін нәрсемізбен жаңағы ренжитін нәрселерімізді есептейтін болсақ, бізге қуаныш әкелетін жағдайлар өте көп. Бірақ біз қазір проблемаң жақсы десең жазады, менің күйеуім қарамайды, ұлым қырсық, ене маған күн бермейді, атам вообще сондай мен тыныштық бермейді осы үйдегі, қайын сіңілім деген вообще маған не күйеуге кетпейді, құтыла алмай жүрмін, басымызда қарыз, бөлек шыққымыз келеді, үйім жоқ, сарнап қоя береді. Тізіп шығады. Жақсылықтарыңды айтшы десе, бүйтіп отырып қалады. Не ол? Оның тұрып жатқан басында баспанасы бар екен, ішетін асы бар екендігі, үлкен нығметтер, денінің сау екендігі, Аллах тағаланың оған ұл мен қыз беріп жатқаны, ол түк көрінбейді да, не айтсам болады, уже ойланамыз. Сондықтан жақсы нәрселерге жаңа миымызды да ашамыз, көзімізді де ашамыз, құлағымызды да ашамыз. Жаман нәрсенің бәріне жабықпыз біз, болды. Біз жақсы өмір сүруге өзгертеміз өмірімізді. Енді қараңыздар, тағы да бір нәрсе, біз өмірге қойылатын блоктар туралы айтатын болсақ, өмірде артқа жүріп бара жатқан нәрсе көрдіңіз ба? Артқа жүріп бара жатқан сиырды, артқа жүріп бара жатқан жаңағы адамды, артымен кетіп бара жатқан. Артқа жүріп бара жатқан сағатты көрдіңіз ба? Артқа жүріп бара жатқан не бар? Ештеңке жоқ. Артқа жүретін адамның миы ғана. Кеше не істедім, сол қарызды бекер алдым, соны істеме деп едім, істеді. Ешқашанда. Мынау сіздің, мен тағы да былай көрсетіп жазайын. Мынау кеше, мынау бүгін, мынау ертең. Сіз кешеден бүгінге келдіңіз, бүгіннен ертеңге кетіп бара жатырсыз. Кешегіні өзгерте алмайсыз, болды, сізде артқа жол жоқ, мына жерде болды, мына жол жабылды, кешеңіз уже сіздің өлді, бітті, болды, аяқталды. Мына жерде қарыз алдың ба, өкпеледің ба, біреу сені ренжіттің ба, өкпеле, ренжі, шашыңды жұл, айқай шығар,
бесполезно. Сіз мұнан өзгерте алмайсыз. Яғни болар іс болып, бояуы сыңды. Енді нәрсе, біздің жоспарымыз, кеше кедей болдың ба, бақытсыз болдың ба, жалғыз болдың ба, күйеуің тастап кетті ма, қарамай кетті, бекер соған тиіп ем, бекер соған тыңдаппын, мен сол қызыма айтқамын, ол қоймай соған қосылды, мен сол балама сол қатынды алма дедім, мен сол күйеуіме сол қарызды алма деген оңбаған алып алды, сол жұмысқа кіріспе дедім, кірісіп алды деген сияқты негативтер сіздің мына өміріңе деген, ертеңге деген мына жерге мынандай крест қойып тастайды. Яғни сіз артыңызға қарап тұрсыз. Мына артта тұрсыз. Мынау жаңағы қарыз, өкпе, реніш, өкініш, әке шешем бақпай қойған деген жаңағы реніш бұл да, ашу, кешегі күнде мынау бәлем болды, тыңдамады, сөйтпеді, қарамады, көмектеспеді, енем қатыгез, мынандай болды, сөйтті, оңбаған үйге түстім, бүйттім, сөйттім. Бұның бәрі былай бір шелек мынандай қап-қара мусор сияқты ғой. Сіз сол мусорды былай ойлап, бүгін сіз соны ойлап отырсыз ба? Сіз сол мусорды ойлап отырсыз. Сол мусорды арқалап, мынау мусормен бірге мына ертеңге кетіп бара жатсыз. Сондықтан біз не істейміз? Кеше, бүгін, ертең. Кешегі өмір өтті, кетті, болды. Стоп қоямыз. Болды, осымен тоқтады. Бүгінге келдіңіз, бүгінен бастап жақсы ойларды ойлаймыз, жаман ойлардан құтыламыз, болды. Бізде болашағымызда керемет, жұлдызы жарқыраған керемет ертең күтіп тұр, болашақ күтіп тұр. Міне осыған жету үшін бүгінгі өміріңіз сіздің нашар ма? Ол сіздің кешегі ойларыңыздың жемісі, осыны біліңіз. Ертеңіңіз де сондай болғанын қаламасаңыз, осы жерден стоп қойыңыз, тоқтатыңыз. Мына жерден болды, стоп. Болды, мынау қалды, мынаны кесіп алып тастаңыз. Ештеңкеге өкінбейміз, ештеңкеге ренжімейміз, қалдық. Болашаққа нық қадаммен, жақсы оймен алдыға ұмтыламыз біз. Бір мысал әңгімені айтып берейін. Мынаны қараңыздар. Бір есек құдыққа түсіп кетті дейді. Есек құдыққа түсіп кетеді. Содан кейін жаңағы шыңғырып бақырып жатыр дейді жаңағы есек. Бақырып жатқан. Сонымен жаңағы құдықтың иесі келіп қараса, ішіне есек түсіп кеткен. Енді есекті шығару мүмкін емес терең құдықтың ішінен. Не істейді енді ол? Оны жіп жіберіп, оған тартылып шық дейтін емес, ол жіппен тартылып шыға алмайды ол есек деген. Ол сатымен көтеріліп шыға алмайды. Не істеймін деп тұрады да, жаңа құдықтың иесі ойланады. Осы есекті жем беріп, бағып жүргеніме бәлен жыл болды. Бұл есек дегенде түк пайда болатқан жоқ. Бұны мен мініп баратын жерім де жоқ. Құдайға шүкір, жылқы тұр ана жерде. Әйтеуір бостан бос қосыған жем берем, бостан босқа су берем. Құсын осының ішінде қалсын да өле салсын дейді. Не істеймін, мен бұны тірідей көміп тастайын дейді. Тірідей көміп тастай салайын да, сонымен есі де шықпайды, тіпті жақсы сол топырақтың астында қалады дейді. Көршілерді шақыра бастайды. Көршілердің бәрінің қолына бір-бір күрек береді, мына есекті көміп тастайық дейді. Есек енді мені шақырама деп шыңғырып, жан дауысын салып шыңғырып жатады ғой. Бір кезде үстіне топырақ түсе бастайды. Есек одан сайын шыңғырады, әй, мен бармын ғой деген сияқты, мынаның ішінде мен бармын, не істеп жатсыңдар деп. Сосын есек те видимо түсінеді, мыналар мені тірідей көміп жатыр ма деген нәрсені. Сосын ол тіршілігін жасайды. Яғни өте ауыр сынаққа түсті. Бәріңіз де сондай бір сынақтың алдында тұрғандар, мүмкін емес сияқты сынақтың алдында тұрсыздар, Сосын бір кезде есектің дауысы тып-тыныш болып қалады. Аналар топырақты лақтырып жатыр. Есектің басына түседі. Есек не істейді? Басын сілкейді, топырақтың бәрін жерге түсіп аяғымен таптайды. Бір кезде қараса, құдықтың іші топыраққа толып келе жатыр. Есек үстіне шығып келе жатыр. Үстіне шығып келеді. Есек үстіне шығады. Құдық толады. Ешкім өлмейді, бәрі жақсы аяқталады деген сөз. Яғни есек сондай проблеманы басынан сілкіп түсірді, аяғымен таптап тастады да, шықты да құтылды. Әрине, сіздерге бұны тыңдап отырған кезде айтуға оңай дейсіздер. Әрине, саған айтуға оңай. Маған көп адам айтады да, саған айтуға оңай. Сен ақшаң бар болғаннан кейін сен нені білесің дейді. Мен айтысқа шыққан жылдарда, мысалы үшін мен айтысқа шыға бастадым, 92 жылдарда шықтым, 94, 95, 96, 97 4 жыл мен музыкалық колледжде оқыдым.
ол кезде сондай қайта құрудың кезі, ауылдан да көп азық түлік келмейді, үйдегілердің де жағдайы қиын, өзіміздің де қиын. Жатақханада міне қазір түн жамылып отырмын, кешке не тамақ ішеміз деген уайым жейтін кәдімгі. Мына өкпеміз, мына қарнымыз ашқан кезде жаңағы кеудем асқазаным сазып кетеді дейді ғой, сондай бір кешке не тамақ жейміз деп отыратын едік. Сонда ол жатақханадағы студенттердің бәрінің басында болатын жағдай ғой. Бір күні көрші бөлменің балалары шақырды да, палау істедік, сендерді қонаққа шақырамыз деп. Барсақ керемет палау жасап қойған, енді өте тәтті сияқты болып біткеннен кейін ауылдан келді ма, қайдан алдыңдар тауықты десе, бұл тауық емес, кептер ғой дейді да. Мен бүйтіп қақалып қала жаздадым. Бірақ қарным аш кезде маған ол кептер болмақтан ненің еті десе де мен оны жеуге дайынбыз да, өйткені сондай аштықта жүрдік. Сондай кездерде мен айтысқа барамын. Енді ол кездегі бас жүлде 5000 теңге, біздің немізде 5000 теңге аласың, бас жүлде 5000 теңге, 4000 теңге, енді 95-96 жылдары үлкен ақша бұл. 5000 теңгені аламын ақшамды, бірден базарға барам да, 10 бөлкен нан алам, 2 кило, бізде корейский салат деген болатын, салат алам, колбаса алам, сөйтіп алып келем, бүкіл жатақханаға той жасаймын. Жатақханада менің тамағым өзім жеймін деген нәрсе болмайтын. Бәріміз біріміз үшін. Солай алып келем. Ешқашан өзім тапқан ақшамды өзім киініп, өзім мейрамханаға барып бүйтіп көрмеппін. Түгел шашып тастайтынмын. Өйткені мен шаша беретінмін, маған әйтеуір келіп ататын. Сонда сол кездің өзінде менің жасап жүрген нәрселерім қазір ойласам психология екен. Яғни сіз қолыңыздағы наныңызды, дәніңізді бөліспейсіз, маған ақша келеді деп ойламай қойсаңыз болады. Ал қайдан келетіні ол сіздің шаруаң емес. Енді бір нәрсе. Көп отбасылар қарыз үшін қатты ұрысады. Бұны өткенде де айтқан болу керекпін, тағы да қайталап айтам. Ақша энергетика, жақсы энергетика, позитивті энергетика. Ал ұрыс керіс болған жерге ақша келмейді. Қазақ айтады, бір күнгі ұрыс 40 күнге берекені алады дейді. Осыны мен қайталап айтам. Үйіңізде ақшаңыз азайып қиналып жатырсыз ба? Ұрыс керісті азайту керек. Ақшаңыз бітіп қиналып жатырсыз ба? Көңіл күйді көтермей болмайды. Қалай көңіл күй көтерілер, мен түсінем, қиын. Бірақ басқа амал жоқ. Өз көңіл күйіңізді өзіңіз көтеріңіз, Тұрсынбекті қараңыз, басқаны істеңіз, позитивті настройға кіріңіз, позитивті энергетиканы қабылдаңыз, содан кейін барып тіршілік жасау керек. Қабағыңыз түсіп, ұрысып, керісіп, ақша жасаймын, байым деп тіпті ойламай қойсаңыз болады. Өткенде маған осы жерде менің қазір бір таныс қызым қатысып отыр, соғыс хат жазып отыр. Менің бір танысым бар, бірақ ол қашан көрсең қабағы түседі де жүреді дейді. Сіз айттыңыз, ақша деген тек қана күшті энергетика, ол қабағы түседі де жүреді, бірақ өте бай дейді да. Мен айттым, ақша деген тек қана күліп жалаңдап отыра берсең ақша келеді деген жоқпын. Көңіл күйді көтер дедім, садақа бер дедім, жақсы аффирмация айт дедім. Сосын айттым, сен сол адамнан білші дедім, садақаны өте көп беретін шығар, мүмкін емес дедім. Садақа бермесе, ол сараң болса, қабағы түскен адамның байы ол, сирек кездесетін құбылыс. Аллаға біз білмейтін амалдары болуы мүмкін да, сөйтсем айтады, иә, оның садақалары өте көп дейді. Алланың уәдесі бар ғой, 1 теңге 10 теңге болып қайтады, бір садақаң 10 есе болып келеді деген. Сондықтан 100 мың садақа берген адам автоматты түрде миллион теңге табыс табады ол. Енді бір нәрсе, бізде бірақ сенім жоқ. Мысалы үшін, мен миллион теңге салам деп тапсырыс беру үшін Аллаға мен қалай оны берем, оны маған Алла қайдан береді дейді. Бәрің сөйт айтса. Мен жарайды, мен айтайын, 1000 рет айтайын, миллион, бірақ ол қайдан келеді дейді. Сіз мейрамханаға бардыңыз, маған 2 порция палау алып келші дедіңіз. Сосын сіз отырасыз ба, мә, ол палауды қалай пісіреді екен, күріш бар ма бұларда, етті қайдан алады бұлар, оны кім дайындайды вообще? Ол палауды бүгін точно жейміз бе екен, жемейтін шығармыз, оны табыла ма деп ойламайсыз ғой. Неге? Сіз сенімді отырасыз, себебі сіз білесіз, тапсырыс бердіңіз, оны әкелетін, жасайтын адамдар бар. Сол сияқты ақшаға ма, машинаға ма, көлікке ма, қиындықтан құтылу ма, заказды бересіз, орындайтын сіз емес. Қалай ол деген сұрақ сіздің басыңызды қатырмасын. Ойыңызға бала бітті, сіз отырып, аяғын қалай жасаймын, қолын қалай жасаймын дейсіз ба? Көзін не істесем екен баланың деп. Бітті, болды, оны жасайтын Алла бар, сенесіз. Біз оған кейін сенеміз Аллаға.
Алла бәрін жасайды, білеміз. Бала Құдай беретін бала Аллах тағала. Оған Аллах тағала жан бере салып, екі аяқ, екі қолын өзің жаса демейді. Екі аяқ, екі қол, екі көз, мұрнымен, құлағымен дайын бала Аллах тағала істеп береді. Оған біз сенеміз. Бірақ біздің какой-то бір 100 000 теңгелік, 1 миллион теңгелік қарызымыздан құтқарады ау дегенге сенбейміз. Аллахтың оған қабілет жетпейтін сияқты оған. Бәріне сеніп кетеміз де, бірақ Аллах сізді құтқарады десе, сене алмаймыз, қабылдай алмаймыз. Жүрекпен шүкіршілік айту, жүрекпен сұрайтын болсаңыз, орындалмайтын нәрсе жоқ. Жүрекпен айту деген нәрсені түсіндіре алмадым. Мен көп адамға айтамын, біз ауызбен айтамыз. Мен күнде айтып жүрмін, сен ауызбен айтып жүрсің, жүрекпен айт. Жүрекпен айту деген қалай? Мен 2000 жылы 8 қаңтар күні ұлымды дүниеге алып келдім. Міне кеше 19-ға толып жатыр. Сонда менің қасымда жатқан әйел, енді мен ұлымды дүниеге әкелген кезде ол деп қолыма бергенде көзімнен жас шықты. Ана иісін сезініп, үстіңе жатқыза салады ғой перзентханада. Балам ана үстінде жатқан сезініп, мына баланы дүниеге мен әкелдім ғой деген сезім, аналық сезім құйылғанда ол көзіңнен жас болып шығады. Енді қараңыздар, мен палатаға келіп жаттым, сосын менің қасыма палатаға бір әйел келіп жатты. Ана ұл босанды, ұлын алып алып құшақтап еңіреп жылайды. Мен ойладым, мына кісіге не болып қалды, бір нәрсе әкесі тірі ме десем тірі. Неге сонша жылайды? Мен бұл баланы 8 жылдан кейін дүниеге әкелдім дейді. Сонда 8 жыл зарығып күткен бала қандай? Енді көбінесе бізде аяғы ауыр болып қалыпты, тұрмысқа шығып жатады. Неожиданно күтпеп едім деп айту, мә деп өзінің ана болып қалғанын ұқпай жатады, бірақ ол да қуанып жылайды, анау да қуанып жылайды. Бірақ кім жүрекпен жылайды, кім көзбен жылайды. Сол сияқты кім жүрекпен айтады, кім ауызбен айтады, мәселе осында. Жүрекпен Аллахқа шүкіршілік айтып үйренбей болмайды. Жүрекпен айтуға. Мен неге Меккеге, маған айтады, сен ақшаның көптігінен барасың ба Меккеге дейді. Мен айтамын, мен күнәмнің көптігінен баратын шығармын. Ол ақшаның көптігінен баратын Дубай емес қой, шопинг жасап жүретін Мекке. Яғни Меккеге не үшін барғанда, мен өзім жыл сайын барғанда дұға қыламын. Аллах тағалам, мүмкіндігім болса осы жерге жиі келуім нәсіп қылмаған. Алла соны беріп жатыр, маған нәсіп қылып жатыр. Меккеге барғанда мен жүрекпен шүкіршілік айтып үйренемін. Үйге келесің, алданасың, ой Аллахқа шүкір, рахмет, деп жүре береміз. Жүреміз Қағбаның түбіне келген кезде, оның түбінде отырып ойланған кезде, осы жерде Аллах тағала сен бүкіл дұғаңды қабыл қылады, бір намазыңды бәленбай есе қылып, сауап қылып қайтарады деген нәрсені білесің ғой. Сосын бос уақытың өткізгің келмейді, өткен кеткен күнәңа кешірім сұрайсың, қателіктеріңді есіңе аласың, алдан естимін деген жоспарларыңды есіңе аласың. Яғни жүрекпен шүкіршілік айтқан кезде адамның көзінен жас автоматты түрде шығады. Жүрек езіліп кеткенде, жүрек мейірімге толғанда көзіңнен автоматты түрде жас шығады. Сондықтан Аллах тағала айтады, бәтіңкеңе бау керек болса менен сұра дейді. Какой-то бау керек болса да менен сұраңдар дейді. Ал біз қарыздан құтылайын деп сен пожалуйста көмектесші дейміз. Адамнан сұраған кезде, біз ана адамнан ақша алатын кезде, жалынған кезде ана адамның өзі жылағысы келіп кетеді. Құдай үшін бере тұршы, соңғы рет қатты қиналып тұрмын жаным. Тура сөйтіп Алланың алдында сұрамайды олар, жалынбайды, жыламайды ешқайсысы. Адамға келген кезде бәрін ұмытып табынып кетуге дайын тұрамыз. Менің бір құрбым бар, Айнұр деген, оның 2-3 сіңілісі бар. Сосын бір сіңілісіне үнемі сыйлық жасап жүреді. Үнемі сыйлық жасап жүреді. Біресе қымбат сумка береді, біресе кофта береді, біресе бір көйлек әперіп жатады. Мен айтамын, сен неге ана екінші сіңіліңе бермейсің, ол ренжімей ма десем, айтады. Оған берсең дейді, деп, мысалы, мына кітапты саған әкелдім десең, деп алады да қоя салады дейді. Мынаған берсең дейді, мә рахмет жаным, сіз сияқты әпкем болғаны қандай бақыт, постқа жазады, WhatsAppқа, чатқа жазады, қуанады, киеді дейді. Соның қуанғанын көргім келіп мен оған бере беремін дейді. Сондықтан біздің ұсақ армандарымыз күн сайын орындалып жатыр. Мен айтамын, бүгін екеуміз ана кісімен кездесу керек еді деп жүрсіз бе? Уже мақсат сізді кездесу керек. Кездестіңіз ба? Аллахым шүкір, кездеспей қалуы мүмкін еді, бірақ сен кездестірдің. Біз бәріміз айтамыз, бір спаға бару керек еді. Спаға барған кезде шүкіршілік айтамыз ба, айтпаймыз. Мы хотели, яғни біздің мақсатымыз болды. Мақсат орындалып тұр. Сен жетпей қалуың да мүмкін еді. Мүмкін сен оған кіретін ақшаң да болмай қалу мүмкін еді. Бүгін бір манты жеу керек еді дейсің. Үйге келесің, әйелің манты істеп тұр. Мақсат орындалып тұр ма?
шүкір Аллах тағала, мен жай ғана манты жегім келіп еді, сен соны орындап жіберіпсің, мыңдарды шүкір айтамыз ба? Айтпаймыз. О, молодец деп әйелдің арқасынан қағып қойған күтіп жеп ала саламыз. Сондықтан біз армандаған кезде, мақсат қойған кезде адамдарға амал етпеуіміз керек. Анау қайтарады, анау көмектеседі, анау бүйтеді. Біз Аллахқа сенген кезде, Аллахқа тапсырыс берген кезде, Аллах керекті адамдарды, қажетті адамдарды алдымыздан өзі әкеп қояды, шығарып қояды. Сосын жаңа айттым мен, бізге медитация не үшін керек? Кеше Қуаныш Шонбай мырза қателеспесем медитация туралы сіздерге көп айтты, біраз ақпарат берді. Медитация не үшін керек? Медитация деген не? Медитация деген миды демалдыру. Мен бүгінде айттым, я, біз бәрін істейміз. Біз бос отырмаймыз, мүлде бос отырмаймыз. Мүлде уақыт жоқ дейміз, бірақ уақыт деген бізде қырғын, бірақ біз бос отыра алмаймыз. Біз шай ішіп отырамыз, кітап оқып отырамыз, одан қалса бос болса телефон шұқылаймыз, машинада отырып қалайық, телефон шұқылаймыз. Машинада отырып қалып, таксиге телефонның зарядкасы бітіп қалса, таксистпен өсек айтып кете береміз. Біз просто так отыра алмаймыз. Миымызға тыныштық бермейміз біз. Мүлде. Бүгін не істедім? Кімді көрдім? Ертең не істеймін? Жалпы 5 жылдан кейін менің балаларымды қандай өмір күтіп тұр? Деген сияқты жоспар, есеп беру жоқ бізде. Жаңағы адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боларсың өлсең дағы дейді ғой Абай. Сол сияқты өміріміз мынау дәмхана, мынау дәретхананың екі ортасында жүрміз, асханамен. Тамақты ішіп аламыз, төгеміз, ішіп аламыз, төгеміз. Арасында өсек ай сондай бір мағынасыз өмір сүріп жатырмыз да. Нақты мақсат жоқ, жоспар жоқ. Сол көбіміздің қателіктері осындай болып жатыр. Мақсат болу керек. Орындалмайтын мақсат жоқ, бәрі орындалады. Мүмкін емес мақсат жоқ, мүмкін емес уақыт бар. Мысалы үшін 2 күннен кейін миллион теңге алам деп сіз жаза алмайсыз ғой. 2 күннен кейін 100 мың доллар ақша табам 2 күннің ішінде, 5 күннің ішінде. 100 мың доллар табам десеңіз табасыз. Бірақ 3 күннің ішінде емес. Мүмкін емес мақсат жоқ, мүмкін емес уақыт бар. Уақыт. Сондықтан уақытқа қойған кезде үнемі қолдарыңызда, сумкаларыңызда, мен сумкамды көрсеңіздер ұялып тұрмын, ішінің бәрі қоқыр-соқыр болып кеткен. Қағаз ручка түспейтін, самолетқа мінем ба жазам. 2020 жылдың қаңтар айы. Мен Алматыдағы пәтеріме ремонт жасадым. Мен бүгін машинамның дөңгелегін ауыстырдым. Мен просто жаза салам, болды. Сызып тастайсың. 2019 жылдың желтоқсан айы. Біз бүгін театрға бардық. Біз бүгін Жапония қаласындағы бірдеңе қалада өтіп жаза берем. 2019 жылдың мамыр айы. Біз Алматыға келіп Шымбұлаққа шығып, бала шағамызбен шаңғы тептік. Бұның бәрі заказ. Сондай үнемі просто жаза беріңіздер. Тупо жаза беріңіздер. Қиялдаңыз, рахаттан жазған кезде. Менің ұлым бүгін маған мынандай гүл сыйлады. Менің қызым туған күніме осындай. Туған күніңізді жазыңыз. Осындай керемет құттықтаулар алдым. Мені енем құттықтады. Ана менің жақтырмайтын қайынсіңлім мені жақсы көреді екен. Естіп қуанып қалдым деген сияқты. Бұрын біз хат жазатын едік қой бала кезімізде. Қазір ештеңке жазбаймыз, өкінішке орай. Жазу деген нәрсені қойдық. Мүлде қалам көрмеген, қалам ұстауды ұмытып қалған адам өте көп. Қалам, қағаз дегенді ұмытпаңыздар. Сіздер бос кеткен уақыт демеңіздер, сіздер болашақтарыңыздың жоспарын құрып жатырсыздар. Мен 2019 жылдың қараша айы, мен 3 бөлмелі пәтерде тұрып жатырмын. Менің асханамнан далаға қарасақ, табиғат өте әдемі көрінеді. Біздің есіктің алдындағы балалар площадкасында менің балаларым ойнап жүр деген сияқты. Қиялдан, рахаттан жазыңыздар, махаббатпен жазыңыздар. Және ол әлбетте орындалады. Нақты тапсырмалар беруге қазір өте қолайсыз, себебі миларыңыз қабылдай алмай қалады. Негізі кеше Серікжан деген бала өте жақсы сабақтан алған түйген ойларын, пікірлерін бәрін жазыпты, кеше әлеуметтік желіге салды. Сол сияқты ол енді әшейін тыңдап отырса ұмытып қалады. Кеше менің өзім әуе самолеттің ішінде Алматыға ұшып келгенше көп нәрсені ойлап келе жаттым да, жазам дедім, сумкамды багажға ана жаққа өткізіп жібергем, сумкама жете алмай қалдым. Бір жақсы ойлар ойлап келе жаттым да, әйел мен ер азаматтың арасындағы махаббат туралы нәрсе оқып келіп, осыны ертең айтам дедім. 2 күн болды, есіме түсіре алмай қойдым. Мүлде есімде жоқ. Сондықтан жазыңыздар, жазыңыздар, жазыңыздар. Оқыңыздар, оқыңыздар, және оқыңыздар. Жаңа тағы да айтылып айтам, психология дегенде бұл да бір, мысалы үшін сіздер концертке барсаңыздар, кім көрінгеннің концертіне бара бермейсіздер ғой.
бүгін Мадина Садуақасова, ертең Тамара Асар, үшінші Еркес Махан, Гүлнұр Оразымбетова деп бара бермейсіздер. Там Мадинаны жақсы көретін еді Мадинаға барады, Тамараны жақсы көретін еді Тамараға барады. Яғни сіздің құлағыңызға жағымды, көзіңізге сүйкімді болу керек ол адам. Айтыста да солай, біреу Балғынбекке келеді, біреу Сараға келеді, біреу маған келеді. Өйткені қарағың келе береді, тыңдағың келе береді, Сол сияқты психологияда сондай. Өз ұстазыңыз табыңыз. Оның қасында ұстаз деген оны жетектесіп жүру емес. Өзіңіздің құлағыңызға жағатын, сізге түсінікті тілмен айта алатын адамды табыңыз. Сондықтан мысалы үшін Қуаныш Шонбайдың студенттері көбінесе продвинутый дейміз ғой, оқыған, дайын көбінесе. Енді маған келетіндердің көпшілігі нөлден бастап жатқандар. Психологияны онша түсінбейтіндер, психология арқылы өмірді өзгертуге болатын енді біліп келе жатқан адамдарға Қуаныш кішкене ауыр сияқты болуы мүмкін. Шындығында ертең кеше көп адам жазды, Қуаныш Шонбай түсіне алмадық. 4 ай 5 айдан кейін сіздер соның қандай түсінікті тілмен айтқанын білетін боласыз, сезінетін боласыздар. Сол кезде бағаламаппыз ғой дейтін. 5-ақ мың теңгелік сабақта көп нәрсе айтқан екен дейсіздер. Мен оған сенімдімін. Өйткені тура осы қателік менің өзімде болған. Москвадағы бірнеше тренинг барып, қайда келдім, мынау не сұмдық, бостан босқа мен көргім келмейді, тыңдағым келмейді деп өзім қиғылық салып жақтырмаған кезім болған. Сондықтан бұндай жаңағы негативті көзқарастың, пікірдің болуы өте қалыпты жағдай. Мысалы үшін Қуаныш Шонбайда оқып, медитацияны біліп, аффирмация бәрін біліп, нақты қадамдарға, істерге көше бастаған балаларға менің айтып тұрғаным жеп-жеңіл сияқты. Мына кісі не айтып отыр деуі мүмкін. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бірнеше психологиялық сабақтарды тыңдай беріңіздер. Сосын соның ішінен өзіңіздің жаныңызға жақын, жүрегіңізге жақын адам тауып алыңыз. Мен мысалы үшін бүкіл психологияны оқимын деп айта алмаймын. Джон Кеханы оқимын. Тіпті ол Джон Кехаға ақша саласында болмаса да жалпы миға туралы айтатын болса, мен қиын ақшадан қысылсам да, болмаса біреуге ренжісем де өкпелесем де сол Кеханың кітабынан таба беремін. Өйткені менің жаныма жақын, жүрегіме жақын, маған түсінікті. Сол сияқты өз ұстаздарыңызды, өз жаңағы мотиватор дейміз, ол шабыт беретін адамдарыңызды тапқандарыңызды қалаймын. Тағы да қайталап айтамын, жалпы мотивацияның күші 3 күнге ғана жетеді. Өйткені бүгінгі сабақ тыңдадыңыздар, бәріңіз керемет бай адам сияқты ұйықтайсыздар. 2 күн 3 күннен кейін бұл басыла бастайды, басылып 5-ші күні немене қатыстым, түкте есімде қалған жоқ деп бастаймыз. Сондықтан да нәтиже болу үшін міндетті түрде бүгін не түсіндіңіздер, ертең кешке шейін эфир сақталып тұрады 24 сағат бойы. Жазыңыздар, міндетті түрде жазыңыздар. Жазасыздар, айтасыздар, ойлайсыздар. Бұның нәтижесі 1000% болады. Оған еш күмәндарыңыз болмасын. Бұның бәрі сіздердің ойыңызда осы, мысалы үшін жалпы үйде балайықшы мақсатыңыз, ойыңызда үйде, сөзіңізде менің баспанам бар үйде, жаңағы қиялыңызда да сол үйде тұрып жатсыз. Яғни сіз жан дүниеңізбен берілдіңіз бе, болды, сіз оны тарта бересіз, болды. Сіздің бүкіл энергетикаңыз, миыңыз, аузыңыз, құлағыңыз бәрі үй деп тұрғанда, оның сізге келмеуі мүмкін емес. Тек қана қалай алуы мүмкін деген сұраққа бас қатырмаңыз, ол сіздің шаруаңыз емес. Аллах тағала тапсырыс бергенде, ресторандағы официантқа тапсырыс бергенде смело нақты беріңіздер. Және оның келетіндігіне, ол тамақты жейтіндігіңізге қандай күмәніңіз болмаса, сол арманыңызға, мақсатыңызға жететініңізге тура сондай күмәнсіз сеніммен қарасаңыздар болды. Мен комментарийді бір қосып қояйын, маған айтатын пікірлеріңіз болса, айтсаңыздар болады. Өйткені қазір біздің интернетіміз өше бастайды. Көңіл күйлеріңіз қалай айтсаңыздар болады. Рахмет, Еркеш. Қуаныштымын. Қуаныштымын, Қарлаш. Медисаят, қуаныштымын, өте. Үлкен рахмет бәріңізге, Аллах тағала разы болсын. Сіздер әдемі комментарий арқылы мені қуантып жатсыздар. Шындығында, мен жаңа айттым. Сіз кімді қуантасыз? Менің қазір қуанып тұрған энергетика, мен оны жұтып жатқан жоқпын, ол кетіп жатыр, ол сіздерге қайтады. Міндетті түрде қайтады. Ақша керек па? Ақша беріңіз, ол қайтады. Махаббат керек па? Махаббатпен қараңыз, жақсы көріңіз, жаман адамның өзін жақсы көріңіз, өз жаным, күнім, жүрекпен жақсы көріңіз, ол сізге қайтады. Көңіл күйіңіз жоқ па? Адамдарды қуантыңыз, сізге қуаныш болып қайтады. Аллах бәріңізге рахмет, разы болсын. Менде
30 наурыз күні Ақтау қаласында, қыздардың есіне салып қояйын, 30 наурыз күні Ақтау қаласында кездесу. Бұл енді әжептәуір қымбаттау кездесу, себебі ол жерде бізде техникалар айтамыз, медитацияны үйретеміз, және де ол жерде 2 мотиватор, Мақпал Қаратайқызы болады, мен болам, Айнұр Асқарқызы болады. Ол енді үлкен керемет лапылдаған жасаймыз деп тұрмыз. Және де 7 сәуір күні Алматы қаласында болады. Мақпал Қаратайқызының парақшасында болуы мүмкін ақпараттар. Екінші бір нәрсе, мен осы наурыз айының, сәуір айының басында 3 күн түп сананы тазалау деген сабақ тағы да өзгертем. Миды өзгерту үшін күніге медитация жасаймын ба? Миды демалдырыңыз, байқыз, миды демалдыру керек. Біз кешке жақын жатамыз, төсекке жатамыз да, ұйықтай алмасақ не істейміз? Ұйықтай алмай жатып не істесем болады? Ештеңке істеме, арманда. Ұйқың келмесе қуан, сен қайғырмай оған. Ұйықтап қалады көп адам айтады, мен медитация жасайын десем ұйықтап қалам, визуализация жасасам ұйықтап қалам дейді. Көп адам сол просто ұйқысы келмей жатқанды армандайды. Сізді тыңдағаным до того күйеуім де тыңдап отыр дейді. Сондықтан түп сананы тазалау деген сабақты үйретем. Бұл егер сіздің ата-анасыз өскен болсаңыз, болмаса әкеңіздің анаңызды ұрғанын көрген болсаңыз, әкеңізге деген жек көрінішті сезім, анаңызға деген өкпе реніш болатын болса, кішкентай кезден қалып кеткен страх, қазіргі кезде бойыңызда қорқыныштар бар ма? Сәуір айының 1, 2, 3 күні түп сананы тазалау деген сабаққа мен бәріңіз қатысуға шақырамын. Әдеттегідей менің сабағым 5000 теңге болады. Қуаныш Шонбай өте күшті айтады ғой дейді. Қуаныштымын. Сәуір айының 1, 2, 3-іне бұйырса өткіземіз деп отырмыз. Кеше Қуаныш мырзаны қатты түсіндім. Қасымда Джон Кеханың «Подсознание может все» кітабы жатыр. Менің психологиялық білім дәрежесі әрине көтеріліп қалған, Эльвира, еш күмәніңіз болмасын. Бірақ жаңа айттымыз ғой. Мынаны қараңызшы. Мынау жанып жатқан от қой. Жанып жатқан от. Отқа сен тамызық салмасаң ол өшет те қалады. Жана өшет. Қазір бәріңіз лапылдап тұрсыздар. Лапылдаптыз. Ертең соңғы күн Қуаныш Шонбайдың сабағы одан сайын лапылдайсыздар. Лап етіп тұрады. Сосын аптасына 1 рет ол менің сабағыма қатыс, менің ақша төлеңдер деген сөз емес. Джон Кеханың аудиосын тыңдаңыздар, кітабын оқыңыздар, от салып тұрыңыздар. Мақсатқа жету үшін мен сіздерге айтып жатқан жоқпын. Қазмұнайгазға жұмысқа кір, Англиядан барып оқып кел, әке-шешең бүкіл малын сатта жұмысқа кір деп жатқан жоқпын. Мен сіздерге ең оңай, ең тиімді тәсілді айтып отырмын. Джон Кеха. Астанада әзірше белгісіз, 7 сәуір күні біз Алматыда өткіземіз. Сіз продвинутый адамдарға да керемет заттар айтасыз. Рахмет, қуаныштымын. Мен өзім қазір күн сайын мынандай кітаптар оқып жатырмын. Күнде кітаптар оқимын. Ана жерден Қастанайдан оқып жатырмын да. Күнде өзімнің өмірімдегі қанша қателіктер болғандығын, өзімнің қанша адамдарды ренжіткендігімді ойлаймын да өкініп кетем. Мен сіздерге айтам ғой, өкінбе, ренжіме деймін. Өзімде болады ол. Өзімде де қатты болады, шынын айтайын. Сондықтан да оңай нәрсе емес. Өкініп келе жатқанда болды, өткен өмір өтті, менің болашағым жарқын, бәрі менде ғажап. Өз-өзімді сендіруге мен өзім күш кетіремін. Жаңағы отым сөніп қала бастайды, мен тамызықпен қайта ағаш салып отырамын оған. Ағашты салып, қыздырып, жаңағыдай, ана сексеуілдің шоғы сияқты қызып тұратын уақытқа келеді ғой. Сол кезде сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсе жоқ. Бүгінгі өміріңізді жазып қойыңыз. Бүгін 2019 жылдың 20 наурызы менің басымда осынша қарызым бар, енеммен осынша проблемам бар, үйім осындай ғана, мынандай көйлек алатын ақшам жоқ, қалтамда осақ ақшам бар, жазып қойыңыз. 3 айдан кейін соны оқып қараңызшы. Соның ішінде бірінші деп жазыңыз. Бірінші проблема қарыз. Екінші проблема ене, мен білмеймін ғой. Үшінші проблема күйеуім. Төртінші проблема көйлек алатын ақшаңыз жоқ. Бесінші проблема балаңыздың аяқ киімі. Жазып қойыңызшы. Өйткені біз сондай халықпыз, тез ұмытып қаламыз. Ертең күні мен 10000% гарантия берем. 1 жылда сіздердің өмірлеріңіз бұндай болмайды. 1 жылда сіздер уже қалай сөйлеу керек екен, ашуланғанда өзіңді қалай ұстау керек екен, бәрін уже сіз білетін боласыз да. Мына списоктың біреуде болмайды ол кезде. Бірақ сіз оны сол кезде сабаққа қатысып үйрендім деп өліп кетсеңіз айтпайсыз. Сіз не дейсіз? Мен өзім де сол өзі. Біздің әкеміз өзі бай болған кезінде содан өсіп көтерілдік, кейін ана күйеуіміз жұмысқа кіріп содан көтерілдік деп өздері бір нәрсені тауып алатындар болады. Білім арқылы, ми арқылы, ой арқылы өмірді жақсартуға болатынына әлі сенбей жүрген адам өте көп. Менде табандылық жетіспейді, жалғай алмай жатырмын. Сол үшін кітап оқыңыз, жазыңыз, жазсаңыз күн сайын жазып отырыңыз.
түсінем, бүгін жаздыңыз, ертең жаздыңыз, үшінші күн желание басылып қалады. Баспаңыз, қинап жазыңыз. Айнұр апа, мен бәрін біліп тұрып ашуымды ұстай алмай қалып жатырмын, не істесем болады? Балаларға қатты ашуланып кетем, сосын жыным келеді, неге біліп тұрып тежей алмайсың деп ренжимін дейді. Мира, еш уайымдамаңыз. Мен мүлде ашуланбайтын, бала шағасына ұрыспайтын, бүйтіп отырған адам десеңіз қателесесіз. Нәпсі деген ең жаман нәрсе. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Өз-өзін тұстауға. Бірақ мен бір нәрсе айтайын, Мира. Мен неге баламды айқайлап тастаймын, оңбаған жатса артынан кешірші балам деп кешіріп сұраймын. Өйткені оның ни за что жазығы жоқ. Мен сені туғам дейміз де біз балаға ұрсамыз. Біз туып алғанбыз, өлтірсем де өзім білем дейтін аналар болады. Туып алғанды міндетсінесің да, мен ұрсам да, мен шешеңмін, мен сені дүниеге әкелген міндет жатқан. Сөйтіп ұрса береміз балаға. Сондықтан кешірші балам деп кешірім сұрап аласың. Бірақ сіз айтып отырсыз ғой, өкінем деп. Өстіп азаяды. Сіз байқасаңыз, сіз өткен айға қарағанда осы айда аздау ұрысқаныңыз байқайсыз. Сөйтіп, ол бір күнде келе қалмайды. Мен бәрін біліп тұрмын, бүгін тоқтадым, күшті адам болып кеттім. Ол болмайды олай. Жүрекпен түсінгеннің пайдасы зор өміріміз. Иә. Мен сіздің жақсылығыңызды ұмытпаймын. Аллах сауаптан жазсын. Жазып отырмын күніге, жаза беріңіз. Мен сіздің, мен сенемін өзгеретін, әрине, оған еш күмән болмасын. Сол мусор көп қой дейді. Балауса, сіз подсознанияны тазалауға қатысып беріңіз, Дубайға баруды армандаймын. Армандамаңыз. Мен 2020 жылдың жаз айында міндетті түрде Дубай қаласында болам. Болмаса 2019 деп жазыңыз. Еш қорықпаңыз. Мен айттым ғой, мейрамханада тапсырыс берген тамақты ол қалай әкеледі, қалай пісіреді, продуктын қайдан алады деп сіздің шаруаңыз жоқ қой. Сол сияқты қалай барасыз, ақшаны кім береді, онда шаруаңыз болмасын. Мен 2019 жылдың тамыз айында Дубай қаласында керемет демалыс өткіздім. Аффирмация айтыңыз, жазыңыз. Шын аз ұрысып жүргенімді білем. Әрине, сөйтіп азаяды. Күйеуге деген фильтрді қалай өзгертеміз дейді. Бұл енді бөлек тақырып, қыздар, бұл үлкен тақырып. Идеал күнделігін бастадым, керемет екен. Ой, тамаша, өте тамаша. Эмоциональный адамға кеңес айта аласыз ба? Мен бағанадан бері айтып жатқаным бәрі эмоциональный адамдарға арналған кеңес негізінде. Сабырлы адамдар онсыз да сабырлы ғой негізінде. Мен армандап жүрмін подсознание қатысты сабақтарға қатысуға дейді. Бұйырса түп сананы, подсознанияны, түп сананы тазалау деген сабақ өткіземіз. Негізінде енді білесіздер ма, түп сананы тазалау деген сабаққа кездесіп өткізген жақсы. Кездесіп бір бөлмеде отырғызып қойып медитациямен, кәдімгі көз алдына елестетіп отырып, мен оны тікелей эфир арқылы жасай алмаймын, себебі оның бәрін оқыдым мен өзім. Өйткені менің өзімнің бала кездегі блоктарым өте көп болды. Жақындарыма реніш деген сияқты. Енді әрине оңай емес, шын айтайын, қиын дүние. Бірақ мен солардан құтылғаннан кейін барып жүрегімде тыныштық пайда болғанын, балаларыма деген махаббаттың көбейгенін білдім да. Джон Кеханың подсознание меняет все деген. Шонбай сенетіндей етіп жазыңдар деді. Сенетіндей емес, сеніп жазыңыздар. 1 минуттан кейін біздің 1 сағаттық уақытымыз аяқталды. Менің сабағыма сеніммен қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Аллах тағала бәріңізді шексіз сүйеді, бәріңіздің жағдайларыңызды жасап қойған. Сіздер қазір тағы да айтамын, мынау бүгінгі өміріңіз болса, мынау ертеңгі өміріңіз болса, мына ғалам қандай әппақ болса, сондай жарқын болашаққа деген көпірдің үстінде тұрсыздар. Қазір мына жерде тұрсыздар. Сондықтан осындай сабақтарға қатысып бастағандарыңыздың өзі өмірде тек қана қалталы болу жағында емес, адамдармен қарым-қатынаста, өз-өзіңді тежеу, эмоцияны ұстау деген жақта да өз беделдеріңіздің қалай биік дегендерін әлі байқайтын боласыздар. Көп жағына көмектеседі психологиялық сабақтар. Сондықтан қатысқандарыңызға мен шексіз қуаныштымын. Осы сабаққа төлеген қаржыларыңыз сіздерге 10 есе 20 есе бақыт боп, байлық боп қайтатынына мен сенімдімін. Лайым солай болсын. Маған деген құрметтеріңізге үлкен рахмет. Жылы пікірлеріңізге Аллах разы болсын. Бұйырса сәуір айындағы сабағыма тағы да шақырамын. 30 наурыз Ақтаудамыз, 7 сәуір Алматы қаласында тренинг болады. Бәріңізді көрсем тіпті қуанышта боламын. Аллах бәріңізді сүйеді. Алла сіздердің шексіз бар жағдайларыңызды жасап қойған. Тек қана жақсы көңіл күймен, жақсы махаббатпен, үйіңізде кім бар? Бетінен сүйіп, жақсы көріп, сондай жақсы сезіммен ұйықтаңыздар. Міндетті түрде жақсы көңіл күймен оянатын боласыздар.